Намаз оқымайтындардың сауабы намаз оқитындарға беріледі. Алла әр күні жер бетіндегі адамдардың мұсылман мұсылман еместігіне қарамастан олардың әрбірінің атынан 5 уақыт намаздың сауабын таратады. Сауаптар адамдардың қауым, ел, жер, мемлекетіне қарай таратылады. Мәселен, Қытай елінде 1,4 миллиард адам бар болса, осы елге 1,4 миллиард адамның намазының сауабы жіберіледі. Ал сауаптарды адамдарға таратуға жауапты періштелер оларды алып, намаз оқып жатқандарға таратады. Сәйкесті сауаптар олардың атына жазылады. Әрине, намаз оқымайтын мұсылмандар да көп, ал кәпірлер намаздан мүлдем хабарсыз. Олар намаз оқымайтындықтан оларға сауаптары берілмейді. Періштелер асып қалған бұл сауаптарды көтеріп, Алла құзыретіне қайта келеді. Олар Аллаға намаз оқымайтындардың сауабын қайта алып келгендігін мәлімдейді. Алла аса жомарт, оның қазынасынан шыққан нәрсе қайта кіргізілмейді. Сондықтан Алла намаз оқымайтындардың намазының сауабын сол елдегі намаз оқитындарға таратып жіберіңдер дейді. Міне осылайша періштелер асып қалған бұл сауаптарды ел жеріне қарай, сол арадағы намаз оқитындарға бөліп, таратып жібереді. Мәселен, манағы 1,4 миллиард адамның ішінде 1 миллион адам намаз оқыса, ал қалған соншама миллиард адамның намазының сауабы осы 1 миллион адамға таратылады. Бір ауылда 1000 адам болса, бірақ бұл ауылда 10 адам ғана намаз оқыса, қалған намаз оқымайтын 990 адамның сауабы осы 10 адамның атына аударылады. Әрине, намаз оқығанның бәрі бірдей керемет жандар емес. Оның жақсы жамандығы онымен Алланың арасындағы іс, оған үкім ету біздің іс емес. Бірақ анығы сол, намаз оқитындарға олардың ниетіне қарай аса көп игіліктер ұсынылады.